Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Кез келген домбыра үйренгісі келетін адам Құрманғазының адай күйін үйренгісі келетін шығар. Бүгін біз сабақта Құрманғазының адай күйін өтеміз. Бұл күйді үйренбестен бұрын сіздер домбыраның құлағын келтіруді және де сандық жүйені дұрыстап үйреніп алуыңыз керек. Ол біздің каналымызда бар. Қарамаған болсаңыздар, сол сабақтарды дұрыстап қарап түсініп алыңыздар. Егер де сіздер оны қараған болсаңыздар, түсінген болсаңыздар, біз адай күйін үйрену үшін 4 бөлімге бөліп отырмыз. Бүгін біз сабақта адай күйінің бірінші бөлімін өтеміз. Қазір мен сіздерге адай күйінің бірінші бөлімін орындап берейін. Бұл бірінші бөлім. Енді бұны бастамастан бұрын сіздер соқ саусақтарыңызды домбыраның екінші пернесіне қоясыздар. Төмен қағыс екінші пернеге басылып тұрады, жоғары қағыс ашамыз. Осыны қазір бірге орындап көрейік. 1, 2, 2. Ары қарай бір төмен 3 жоғары болады. Соңғы үшінші жоғарыны біз ашып жібереміз. 1, 2, 2. Осыны енді бірге қосамыз, 1, 2, 2, 2. Ары қарай дәл осылай қайталанады. Тек соңғы жаңағы ашып жіберген қағыс ол ашылмайды, керісінше бас бармағымызда басып қаламыз. Соңғы жоғары қағысты. 2, 2. Құрметті оқушылар, осыны түсінген болсаңыздар, біз қазір екеуін бірге қосып ойнаймыз. Бұл басы. Енді әуен жоғарғы шекте орындалады. Енді оны орындау үшін ортаңға екінші саусағымызбен үшінші пернені басамыз, және де бас бармағымызды екінші пернеге басып қоямыз. Себебі қазір бірінші қағыстан кейін, төменгі қағыстан кейін екінші жоғары қағыс басырмақ болады. Сол себептен басырмағымызды басып тұрамыз. Екінші саусағымызды көтере қоямыз сол кезде. Қазір көрейік. Осы кішкене жылдамырақ болады. Ары қарай екінші саусағымызды көтереміз, басырмақпен бірінші саусақ қалады. Ары қарай кеттік. Енді бір төмен, 3 жоғары. Осы 2 рет қайталанады. Тек соңғы қағыс біріншісінде басылып тұрса, екіншісінде ашық қалады. Қазір екеуін бірге қосып ойнайық. Қазір түсініп аласыздар бұйырса. Мынау 2 жоғары қағыс болды. Екіншісі. Соңғысы ашық қалды, басырмақ, яғни басылған жоқ. Егер енді сіздер осыны түсінген болсаңыздар, ары қарай 7-ші пернеге басырмағымызды қоямыз, ал астыңғы шектегі 7-ші пернеге екінші саусағымызды қоямыз. Бұл жақта да бірінші қағыстан кейін екінші қағыс 5-ші пернеге бірінші саусақ болады. Сол себептен оған да дайын болыңыздар, бұл да тез болады. Қайтадан бірге көрейік. 2 жоғары.
Сосын ауысамыз, бастырмамыз 5-ші пернеге кетеді. 4-ші саусақ 7-ші пернені басады. Содан кейін 3-ші пернеге 1-ші саусақ кетеді. 1 төмен, 3 жоғары. 1, 2, сосын бастырмамызды 3-ші пернеге ауыстырамыз да 3-ші пернені 2-ші саусағымызбен басамыз. Осыны қайттан қайталап көрейік. Екі рет қайталанады. Ары қарай 7-ші пернені бастырмақпен және 2-ші саусақпен басып тұрамыз. 9-ші перне 4-ші саусақпен 2 жоғары. 1-ші саусақ 5-ші перне. Сосын 1-ші саусақпен 2-ші пернеге жылжимыз, жоғары қағыс. 3-ші перне бастырмақ және 2-ші саусақ, жоғары қағыс. Қайттан қайталаймыз. Ары қарай 5-ші перне 2-ші саусақ және бастырмақ. Енді бұл жерде 2 жоғары 7-ші перне болады, екеуі де. Астыңғы шекте 4-ші саусақ, үстіңгі шекте 3-ші саусақ. Яғни бұлай жатқызып баса қою керек. Жоғары 2 қағыс. Сосын қайтадан ары қарай басындағы әуен қайталанады. Басындағы әуен. Құрметті оқушылар, егер осы түсінікті болса, біз басынан жайлап бір рет тағы бір өтейік. Мұқият қарап отырыңыздар. Осымен біздің адай күйінің бірінші бөлімі аяқталды. Егер де осы сабақ сіздерге түсініксіз болса, бір сұрақтарыңыз болса, астына комментария жаза отырыңыздар. Біз оған жауап беруге тырысамыз.